Күн сайын жаңаланып атырған техникалардың жаңа имканияты көпшілікті хайран қалдырмақта. Демек солай екен, технологиялар әлемінде және қандай жаңалықтар жүз бермекте? Бұл хақында әлбетте бүгінгі рубрикамыз арқылы сөз етеміз. Токиода мейманхана поезды сынақтан өткерілмекте. Поездың ішіндегі әрбір деталь, мебельдер мейманхана архитектурасына ұқсас. Ислеп шығарушылардың айтуынша, Love You деп аталған бұл поездағы қолайлық мейманханалардан кем болмайды. Жойбарды ислеп шығудан тикарға мақсат жолаушыларға және де имканият жарату. Бұл поезд сағатына 120 км жүреді, ал оған 422 жолаушы сыяды. Италиялы компаниялардың бірі тарапынан ең тез жүретұғын спорт автомобилі ислеп шығарылды. Жаңа автотранспорттың двигателінің қуаты 785 ат күшіне тең. Ал қосымша двигателінің қуаты болса 819 ат күшіне шекем жетеді. Техникалық жағынан жоғары технологиялар менен тәмінленген. Ол 2,8 секундтың ішінде тезлігі сағатына 100 км шекем көрсеткішке жеткере алады. Ислеп шығарушылардың айтуынша сағатына 349 км жол жүреді. Еуропа менен Америка Құрама Штаты ғалымдары жерді астероидтан қорғаудың жаңа ұсылын ойлап тапты. Бұнда жерді қауіплі аспан денелерінен қорғау үшін екі космос кемесінен пайдаланады. Бұл арқалы ғалымдар астероидтың қозғалыс бағдарын космос кемесіменен соқлығысу арқалы оның орбитасын өзгертпекші. Ал екінші космослық кеме аппараттың соқлығысқан барлық кемшілігін һәм артықмашылығын ізертлеп мағлұмат жинайды. Қазіргі уақытта космослық кемелердің біреуін Америка Құрама Штаты, ал екіншісін Европа космос агентлігі ислеп шығармақта. Бұл кемелерді 2021 жылы жаз айында аспанға ұшыруды режелестірмекте. Егер һәммесі сәтлі әмелге асырылса, 2022 жылы секундына 6,6 км тезлік менен кетірған астероид менен соқлығысады. Соң астероидтың бағдары басқа тарапқа өзгереді. Ал екінші кеме бұл бойынша алынған мағлұматларды жерге жібереді. Еслетіп өтеміз, бұндай технология бірінші мәрте ойлап табылмақта. Рубрикамыздың алдыңғы салаларында Россиялы Федор деп аталған адам келбетіне ұқсас робот бірінші мәрте космосқа ұшырылғанлығы хақында хабар берген едік. Міне бұл робот жақында жерге табысты қонды. Дегенменен космосқа ұшырылған бұл роботта бірқатар кемшіліктер анықталды. Яғни жерге қонуда техникалық машқаралар пайда болды. Әлбетте дәслепкі сынақлардан кейін алдағы уақытта бұл роботтағы қате кемшіліктер сапластырылып және де жетілістіріледі. Стамбулдағы ресторанлардың бірінде официант роботлар қызмет көрсетпекте. Қазіргі уақытта 3 робот ресторанларға келушілерден бұйыртпа алып, ауқатларды әкеліп бермекте. Соның нәтижесінде ресторанға келушілердің саны көбейіп атыр дейді ресторан басылығы. Роботлар қайсы столдың қасына баруын һәм сөйлеуді біледі. Еслетіп өтеміз, бұл роботлар сырт елден бұйыртпа тикарында әкелінген. Ал түркиялы бағдарламашылар болса, оны жасалма интеллектпенен тәмінлеген. Өзбекстанда 5G тармағы сынаудан өткерілмекте. Қазіргі уақытта еліміздегі бірқатар мобиль байланыс операторлары 5G тармағын тест сынақларынан өткермекте. Сынау барысында әрбір интернет пайдаланушысы үшін мағлұматты ұзату тезлігі 1 гигабайт секундқа шыққаны белгілі болды. Алдағы уақытта 5G Өзбекстан бойлап кең көлемде енгізілсе, интернет тезлігі біз ойлағанымыздан да анағұрлым жоғары болады. Бүгінгі жаңалықтарымыз осылардан ibarat. Технология әлемінде алдағы уақытта қандай жаңалықтар жүз берсе, біз оларды сізге жеткеруге асығамыз. Бізден жаңалық күтің.